Ассалаумалейкум, құрметті қыздар, ханымдар. Сіздермен бірге мен Ақмарал. Бүгін осындай әдемі көйлек тігетін боламыз. Алдымен матаны алып, дубайский шелк матасын алдым, екі бүктедім. Алдыңғы бөлік және артқы бөлікті қойып трапеция етіп қырқып аламыз. Тізеге дейінгі ұзындық 90 см етіп алдым. Сіздер қалай өлшейсіздер, солай болады. Артқы бөлік және алдыңғы бөлік етіп қырқып аламыз. Трапеция етіп қырқып алам. Одан кейін астындағы жел безегін екі ұзындық етіп алам. Екі ұзындығым менде 55 см-ден осылай пішіп аламыз, артқы және алдыңғы бөлікті. Выточкаларын белгілеп аламыз. Қырқып аламыз. Екі бөлік жел безегі. Енді жеңін қойып қырқып аламыз. 65 см жеңі. Енді тігетін боламыз. Бірінші выточки тігіп аламыз. Белінің выточкиін және көкірек выточкиларын, артқы выточкиін тігіп аламыз. Одан кейін иығын қосатын боламыз. Мұны выточкиларын тіктім, үтіктедім. Белінің выточкилары, артқы жағының выточкиін тігіп үтіктедім. Алдына осындай әдемі тор қоятын боламыз. Осындай әдемі тор қоямыз. Бетіне тастар тіксеңіздер де болады. Мен осылай тігіп шықтым, үстінен бастырып үтіктейміз. Енді екі иығын қосатын боламыз. Алдыңғы және артқы. Мені қойып қосып тігіп алдым. Аберлоктадым, үтіктедім. Енді жанын тігетін боламыз. Екі жанын тігіп шығамыз. Мына артқы бөлігі аберлоктап алдым. Себебі артында замок болады. Замоктың астыңғы жағын бір-біріне беттестіріп тігіп шығамыз. Мына замокты қойдым. Замоктан төмен қарай тігіп шығамыз. Замогын қойып, замоктың лапкасын қойып машинкаға тігіп шығам. Көктеп алсаңыздар болады. Ал түзу шығады деп тіксеңіздер, олай да болады. Мұны замогын тігіп шықтым. Арнайы лапкасымен тіксеңіздер, осындай әдемі болады. Міне осылай шығады замогы. Енді жеңін тігетін боламыз. Жеңі 1 см-дей қырқу керек болып тұр, себебі тар болып тұр, кішкене. Бір-біріне беттестіреміз. Міне осылай инемен қыстырып аламыз, иықпен жанындағы шовты. И осылай қырқып шығамыз 1 см-дей. Кигізіп өлшеу керек ол үшін. Енді мұны жеңін тігетін боламыз. Шетін тігіп аламыз бірінші. Етек жағы сборка болады. Бірінші жанындағы тігісті тігіп шығамыз. Сосын қосамыз жеңді. Мұны жанындағы тігісін тіктім. Осындай болды. Енді осыны көйлекке тігеміз. Инемен қыстырып алдым. Жеңнің бас жағына бір тігіс түсірдім. Сәл-сәл посадка болу керек. Мұны осындай. Мұны жанындағы тігіспен
беттестірдім және басын беттестірдім. Осыны айналдырып тігіп оберлоктаймыз. Міне тігіп шықтым, оберлоктадым, үтіктедім. Осындай жең шықты. Енді етегін тігетін боламыз. Етегіне осы кішкене гүфер қалды, торымызды айналдыра тігіп шығамыз. Сонда әдемі нежный жең шығады. Міне осылай тіктім. Енді осыны резинка саламыз. Сонда жиналып тұрады. Үш жағынан қайырып тігеміз. Осылай тігіп шығамыз 1 сантиметрдей. Міне осындай болып шықты. Осындай әдемі жең шығады. Енді мойнын тігетін боламыз. Аптачка қырқып аламыз. 6-7 сантиметрдей 5 етіп істесеңіздер де болады. Мұны артқы бөлік, алдыңғы бөлік дублерин жапсырамыз. Дублеринді екі шетін тігіп алдым. Енді осыны көйлекке айналдыра тігіп шығатын боламыз. Мұны тіктім. 0,5 сантиметр қалдырып, артықтарын кесіп тастаймыз. Сонда аккуратны болып шығады. Міне. Енді желбезегін тігетін боламыз. Екі жанын қосып тігіп алдым, оберлоктадым. Сборка жасау үшін тігіс тіктім, сборкаға жинадым. Көйлектің етегімен бірдей етіп жинап алдым. Міне осылай. Енді осыны бір-біріне оң бетіне беттестіріп, айналдырып тігіп шығамыз. Етегін оберлоктап 1 сантиметр тігіп қайырып шығамыз.